Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен наггетсыйдың 30 минутта дайындалатын рецебімен бөлісемін. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге тауықтың төс еті керек болады. Менде осындай 6 килограмм көлемінде алдым. Осылайынан бір келкі етіп, осындай бөлшектерге бөліп шығамыз, бәрін әдемілеп. Осылайынан туралған тауықтың төс етін бір ыдысқа саламыз. Үстінен 3-4 ас қасық майонез, 1 чайная ложка көлемінде тұз және 1 чайная ложка көлемінде паприка қосып жақсылап араластырамыз. Осылайынан жақсылап араластырып, 20 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Әзірге біз кляр дайындап, кляр үшін 2-3 жұмыртқа және де жарты чайный ложка тұз қосып, жақсылап взбивать етеміз, яғни барынша жақсылап араластырамыз. Бізде 20 минут уақыт өтті. Осылайынан тауықтың төс етін маринадталған ұнға, сосын жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариге саламыз. Менде корейский сухари, сіздерде кәдімгі обычный болса да жарай береді. Осылайынан екі бетін жақсылап панировочный сухариге малып, қызып тұрған майға саламыз. Мінекей осылайынан қызып тұрған майға екі бетінен бірдей етіп қызарғанша қуырып аламыз. 2-3 минут көлемінде қуырылады бір наггетсымыз. Мінекей осылай наггетсіміздің екі бетінен қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.